Қайырлы күн, құрметті қазылар алқасы. Мен Мақсутов Дастан Болатұлы, жас ұрпақтың денсаулығын нығайтып, жан-жақты дамуына үлес қосып жүрген дене шынықтыру нұсқаушысымын. Жоғары білімімді 2010-2015 жылдар аралығында Қазақ спорт және туризм академиясында алып, кәсіби білім ордасын сәтті аяқтадым. Қазіргі таңда Алматы облысы Жамбыл ауданы Қарақыстақ ауылындағы Бәйтерек бөбекжайында дене шынықтыру нұсқаушысы қызметін атқарып келемін. 2015 жылдан бастап осы білім ордасында үздіксіз еңбек етіп, бүлдіршіндердің денсаулығын нығайту мен спортқа деген қызығушылығын арттыру бағытында жұмыс жасап келемін. Еңбек өтілім 10 жыл, санатым педагог-модератор. Менің педагогикалық ұстанымым: әр бала қозғалыс арқылы дамып, жетістікке жетуге қабілетті. Ал педагогикалық кредом: дені сау бала елдің жарқын болашағы. Өз тәжірибемде балалардың жас ерекшелігіне сай заманауи әрі тиімді әдіс тәсілдерді қолданамын. Біріншісі — ойын технологиясы. Қимылды ойындар арқылы балалардың қызығушылығын арттырып, сабаққа белсенді қатысуына мүмкіндік беремін. Екіншісі — фитбол гимнастикасы әдісі. Фитбол доптарын пайдалану арқылы балалардың тепе-теңдігін, икемділігін, дұрыс дене қалпын және қимыл үйлесімділігін дамытамын. Бұл әдіс балалардың сабаққа деген қызығушылығын арттырып қана қоймай, денсаулықтарын нығайтуға да тиімді әсер етеді. Үшіншісі — денсаулық сақтау технологиясы. Жаттығуларды қауіпсіздік ережелерін сақтай отырып, баланың физикалық мүмкіндігіне қарай ұйымдастырамын. Төртіншісі — деңгейлеп оқыту әдісі. Әр тәрбиеленушінің қабілетіне қарай тапсырмаларды саралап, жеке қолдау көрсетемін. Бесіншісі — мадақтау және мотивация әдісі. Балалардың әр жетістігін бағалап, олардың өзіне деген сенімін арттыруға ерекше көңіл бөлемін. Жетістіктеріме қысқаша тоқталып өтсем, шағын футболдан күш бірлікте атты облыстық спартакиада турнирінде 2-ші орынға ие болдым. Сонымен қатар, футболдан өткен облыстық турнирде 2-ші орын алдым. Облыстық шеберлік семинарына белсене қатысып, арнайы сертификатпен марапатталдым. Сондай-ақ республикалық ғылыми-практикалық конференцияға қатысып, алғыс хатқа ие болдым. Бұл жетістіктерді мен өзімнің кәсіби шыңдалуыма жасалған нақты қадамдар деп білемін. Алдағы уақытта да кәсіби шеберлігімді жетілдіріп, дені сау, рухы мықты ұрпақ тәрбиелеу жолында аянбай еңбек ете беремін.